атым Осынбаева Айзере. Ал мен Айзеренің анасы Ойсынбаева Еркежан. Мақта қыз бен мысық ертегі. Анашым, мақта қыз бен мысық ертегісі басталды. Жылыңыз бірге қалайық. Балалар, ертегі сендерге ұнады ма? Қандай керемет ертегі, я? Мүмкін енді осы ертегіні кітап арқылы оқимыз. О, керемет, анашым, оқиықшы. Ондай болса, оқиық. Қатықты апарып, мақта қызға береді. Мақта қыз мысықтың құйрығын береді. Керемет ертегі, я? Ұнады ма сендерге? Бұл ертегінің мәнісі неде деп ойлайсыңдар? Бұл ертегі бізді мейірімді болуға үйретеді. Жаққа болмаға үйретеді, жақсылық жасауға үйретеді. Керемет балалар, дұрыс айтасыңдар. Зере, жаңағы ертегіні бізге айтып бере аласың ба? Жақсы, онда конустетілін ақылы айтып берейін. Балабақшада осылай көрсетеміз. Баяғыда мақта қыз болыпты. Мақта қыз үй жинап жүріп мейіз табылады. Мақта қыз мысықты шақырады. Мысық келмейді. Мақта қыз келмесе келме, мейізді өзін жеп қояды. Мақта қыз айтады, мен құйрығыңды кесіп аламын. Содан кейін мысық келіп, қыздың қатығын төгеді, ал қыз барып, мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық жылапты. Мысық жылайды, я? Мысық жылайды. Мақта қыз, менің құйрығымды берші. Онда менің қатығымды төле. Мысық сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші. Менің қарным ашып тұр. Маған жапырақ әкеліп берші. Мысықтарını апалап тауыққа береді. Ал тауық болса, жұмыртқасын береді, я? Мысық қатықты апарып, мақта қызға береді. Ал мақта қыз болса, құйрығын береді. осылайша ертегіміз Аяқталады.